Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ләззат. Достар, мен бүгін сіздермен пайдалы сироп рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Кейде дәрінің өзі жөтел кезінде төтеп бере алмайды. Ал егер сіз осы сиропты дайындап ішетін болсаңыз, жөтелден бір-ақ күнде айығасыз. Жөтелдің екі түрі болады: құрғақ және ылғалды. Құрғақ жөтел кезінде адам булығып, қақырық, сыртқа шықпай тамақты жыбырлатады. Ал осы сироп құрғақ жөтелдің нағыз таптырмас емі. Қақырықты сыртқа жақсы шығарады. Сондай-ақ достар, мені арнамда жөтел кезінде және де суық дегенде қолданылатын лимонның пайдасы туралы айтылған, және де тағы басқа мастер-класстан алынған көптеген рецепттер бар. Барлығы да тексерілген, бір жасағаннан ақ шығады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Ал ендеше сироп жасауды бастаймыз. Маған үлкен пияз, сарымсақ және таза бал қажет. Сарымсақ міндетті түрде үлкен болғаны дұрыс, шырыны жақсы бөліну үшін. Описание бөліміне видеоның толық рецептісін қалдыратын боламын. Достар, құрбыларыңызбен, достарыңызбен төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы менің видеомен бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Пияз қақырықты жібітіп, сыртқа шығаруға ықпал етеді. Достар, комментарий жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецепттеріңізден бөлісіңіздер. Мен де сіздердің рецепттеріңізбен жасап көретін боламын. Сарымсақты үккіштен өткізіп алдым. Пышақтың көмегімен майдалап турасаңыздар да болады. Сарымсақ микроб пен бактериялардың күшін жояды. Үй жағдайында сарымсақ пен пияздың пайдасы өте зор, денсаулыққа өте пайдалы. Әркез дастарханда тұрғаны өте дұрыс. Бізде бал табиғи таза болғаны дұрыс. Сарымсақты да ыдысымызға салып, бір араластырып жібереміз. Бұл жерде балдың орнына қант қолдансаңыздар да болады. Дәрігеріңізбен ақылдаса отырып, дәл осы сиропты жөтел кезінде қолдансаңыздар болады. Ересек адамдарда 4-5 ас қасық, ал кішкене балаларда 1-2 ас қасықтан қолданған дұрыс. Бал міндетті түрде бетін толық жабу керек. Одан соң бетін жауып 3-4 сағатқа қоямыз. 3-4 сағаттан соң шырыны бөлініп қолдана берулеріңізге болады. Ал егер сізде аллергия болатын болса, онда ең бірінші жарты қасықтан бастап ішіп көрген дұрыс. Содан кейін сіздің аллергияңыз бар жоғы анықталады. Міндетті түрде осы сиропты қолданатын уақытта дәрігермен ақылдасып алыңыз. Бұл сиропты салқын жерде сақтау қажет. Егерде дәл осылайша шырынан бөлек бөліп алатын болсаңыздар, 2-3 күнде тоңазытқышта сақтауға болады. Ал егер шырынан бөліп алмайтын болсаңыздар, 1 күн ғана қолданасыздар. Сиропты қолданатын уақытта міндетті түрде жылытып қана қолданыңыздар. Салқындай қолдануға болмайды. Егерде осы видеом пайдалы деп тапсаңыздар, онда достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де осы сиропты пайдаланатын уақытта міндетті түрде дәрігеріңізбен ақылдасып алыңыз. Егерде сіздің аллергияңыз болатын болса, онда қолдануға болмайды. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.